Ертеде әлемдегі кереметтердің арасында Қызылорда деп аталатын ғаламшар пайда болыпты. Ғажайып ғаламшарды күллі әлем біледі екен. Себебі бұл ғаламшар Өркениет өзеніне өте жақын орналасыпты. Әйгілі ғаламшар көгілдір аспаны мен пайдалы қазбаларымен ерекшеленіпті. Аталары даңқты, аналары аяулы болып, ұрпақтары байтақ жерлерін білектің күшімен емес, жүректің тілімен басқарыпты. Өйткені ғаламшарда жамандық атаулыны жойып, тек жақсылық шашып тұратын сиқырлы кілт болыпты. Бұл сиқырлы кілтке қызықпаған жан қалмапты. Тіпті бұл туралы өзге ғаламшарлықтар да біліп алып, осы кілтке қол жеткізуді ойлапты. Түрлі айлаларды іске асырған өзге ғаламшарлықтар бір күні алтын кілтті ұрлап таныпты. Алтын кілт ұрланған күні ғаламшар астан-кестең болып, табиғаты жайсыз, күні-түні боран соғып, адамдары көңілсіз болып қалады. Тіршіліктері басқаша болып кеткен ғаламшар тұрғындары мұндай әрекеттерге шыдамай, бәрі бірге жиналып, ғажайып ғаламшарды құтқарып қалу жолдарын іздестіре бастайды. Ұзақ ойласқан ғалымдар алтын кілтті ойлап таба алады. Бірақ оның басқару мерзімі 6 жыл ғана болады. Анашым, өте қызық ертегі екен. Ғажап, бұл ғаламшар бірден жақсылықтың ордасы болып қалай қаланды екен, а? Әрине қызым, жақсылықтың бәрі бірден болған жоқ. Қызым, сыр өлкесі былайша қалыптасқан. Біздің заманымызға дейінгі 4-2 ғасырларда сақ тайпаларының астанасы Шірік Рабат қаласы болды. 7-11 ғасырда Жанкент қаласы Оғыздар мемлекетінің астанасы болды. Бұл қалада түркі әлемінің абызы Қорқыт бабамыз өмір сүрген. 15-16 ғасырларда Қазақ хандығының астанасы болған Сығанақ қаласы Ұлы Жібек жолының бойындағы ірі сауда орталығы болған. Ақмешіт 1818 жылы Қоқан билеушісі Омардың бұйрығымен Сырдария бойында алғаш қорған ретінде салынған. Оның ішіндегі ақ кірпіштен өрілген мешіттің түсіне сай бекініс Ақмешіт деп аталды. 1853 жылы қаланы орыстар жаулап алып, қала Перовск аталған. 1922 жылы қала қайтадан Ақмешіт деп аталды. 1925-1929 жылдары Қазақстанның астанасына айналды. 1925 жылы қалаға Қызылорда аты беріліп, онда Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров сияқты белгілі қаламгерлердің туындылары сахналанып, Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасы қойылды. Ал 1938 жылы Қызылорда облысы құрылды. Ал қызым, ұйықтай ғой, қайырлы түн. Сәлем, ару қыз. Қандай ақылдысың? Сен білесің бе, Өркениет өзеніне жақын орналасқан Қызылорда ғаламшарына қауіп төніп тұр. Оны тек қана сен сияқты балақай құтқара алады. Ол үшін мен не істеуім керек? Ақылды қыз, сағат 11-де өзен жанындағы аялдамаға кел. Жарайды. Әкешім, анашым, жаңа ғана терезеден маған кемпір қосақ қолым бұлғады да, ғажайып ғаламшарды сен құтқарасың деп кетті.
Қызым, қиялың жүйрік екен. Мұның бәрі кешегі ертегіден болар. Иә, қызым. Саған қайда әлі? Үлкен болып өсуің керек. Оқу керек. Жоқ, неге сенбейсіңдер? Мен шын айтып тұрмын. Сенбесеңіздер, жүріңіздер, көрсетемін. Жаңа ғана осында болған еді. Қайда кетті екен, а? Қой қызым, енді жүре ғой. Таңғасыңды ішіп, сабағыңа бара ғой. Қызым, таңғасыңды дұрыстап ішіп ал. Жарайды. Саламатсыз ба? Ата, жолдан өте алмай тұрсыз ба? Жоқ, қарағым. Мына үйге көтерілуім керек еді. Келіңіз ендеше, мен сізге көмектесіп жіберейін. Рахмет, айналайын. Өркенің өссін. Уақыт 10:30 болыпты. Қазір үлгермеймін. Таксимен барайын. Такси! Не болып жатыр, достар? Неге жиналып қалғансыңдар? Мына балаларға жолама, олар бұзық. Менің мысығымды қылғындырмақшы. Неге қылғындырасыңдар? Обал емес пе? Дереу тоқтатыңдар. Әйтпесе қазір мен полиция шақырамын. Ей, не дейді мына қыз? Жүріңдер, тез қашайық. Адамдардың бәрінің ойы бос емес. Бәрі әйтеуір өз әлеміне кіріп алған. На-на-на-на-на-на-на. Әжемін ғой, қалай байқамай қалғанмын? Саламатсыз ба, әже? Заттарыңыз қандай көп, ауыр да болар. Келіңіз, сізге көмектесейін. Менің орныма отырыңыз. Бақытты бол балам. Мен ол жаққа шыға алмаймын ғой. Онда жоғары екен. Аяғым да ауырады. Осында бір орын босап қалар. Кешіріңіз, әже. Мұнда отырыңыз. Заттарыңыз да осында тұра берсін. Ой, өркенің өссін ботам. Жақсы болды ғой. Тыңдаңыздар, құрметті жолаушылар. Келесі сиқырлы бақ аялдамасы. Ой, әжетай, сау болыңыз. Бұл менің аялдамам. Мен кеттім. Ауырмаңыз, әже.